Саламатсыздар ма балалар, каналыма қош келдіңіздер. 9-шы бөлім әлемдегі ірі кітапханал. 1-2 сабақ. Ежелгі кітапханалар. Суреттерге мұқият қара. Сенде қандай ой туындады? Пікіріңмен бөліс. Менің ойымша суреттерге қарап, ежелгі заманда адамдардың қалай не арқылы жазғанын көруге болады. Мысалы, ағаштан парақ жасап, қауырсынды қалам ретінде пайдаланғанын аңғарамыз. Мәтінді тыңда. 2-ші тапсырма, сұрақтарға жауап бер. Ежелгі жазбасы қай уақыттан басталған екен? Бұрынғы кітаптарды жасауда қандай заттар пайдаланылған? Себебі неде деп ойлайсың? Ойыңды дәлелде. Қазіргі кітаптар мен бұрынғы жазбаларды ортақтастыратын не деп ойлайсың? Пікіріңмен бөліс. Ежелгі жазба ісі 3-2 мыңыншы жылдарда басталған. Ағаш қабықтары мен аңның терісін пайдаланған деп ойлаймын. Қазіргі кітап пен бұрынғы жазбаларды ортақтастыратын зат көп. Мысалы, қазіргі кітаптар бұрынғы жазбалар арқылы шығуда. Себебі бұрынғы авторлар мен ақындардың жазбалары кітап болып шықпаған. Олардың жазған жазбаларында зор мән бар. Сондықтан оны танытып, үйрету үшін кітап қылып шығаруда. 3-ші тапсырма, суреттердегі негізге ала отырып, тыңдалым мәтіні бойынша ақпаратты сәйкестендіріп жинақта айтып бер. 4-ші тапсырма, тыңдалым мәтініндегі ақпаратты пайдаланып сөйлемді аяқтап жаз. Көне Египетте жазатын алғашқы материалдар ретінде папирус әдейі қолданылған. Өйткені кітаптардың мұқабаларын әшекейлеу үшін әдейі платина қолданылды. Көне Египетте жазатын алғашқы материалдар ретінде папирус әдейі қолданылған. Өйткені оның үстіне сия жақсы жазылады, сапасы өте жақсы болды. Кітаптардың мұқабаларын әшекейлеу үшін әдейі платина, желім қатты қағаз, мата қолданылды. Тілдік бағдар, мақсат істеу. Қимылдың іс-әрекеттің мақсатын білдіретін істеудің түрі мақсат істеу деп аталады. Мақсат істеулер неліктен, не мақсатпен деген сұрақтардың біріне жауап береді. Мақсат істеулеріне әдейі, әдейілеп, жарта, қасақана деген санаулы сөздер жатады. Мысалы, әдейі өзіміздің жақтың әндерін салдым. 5-ші тапсырма, мәтінді оқы, ауызекі сөйлеу тілінің ерекшеліктерін анықта. Қазақ жерінде ежелден дала мәдениеті дамып келе жатқан еді. Оның негізінде мал шаруашылығы болған, алайда егіншілікте кеңінен тараған. Сонымен қатар түркі тайпалары қолөнермен де айналысқан. Олардың жазбасы болған, қалалар салып, көшпелі мемлекеттер құрған еді. 20-шы ғасыр, 10-шы ғасырда көне түркі жазбасының орнына араб графикасы келді. Біртіндеп мұсылман мәдениетінің ықпалы күшейе түсті. Жан-жақты білім беретін алғашқы медреселер пайда болды. Діни кітаптармен қоса медреселерде астрономия, география, математика, философия, логика, тарих, араб және парсы тілдер сияқты пәндер оқытылған екен. Қазақ жерінде бастапқы білім алып сауатын ашқан түріктер орталық Азияның мәшһүр шаһарларына айналған. Отырар, Тараз, Испанжаб, Самарқан сияқты іргелес мәдени орталықтарына барған, ал одан кейін оқуда аңсағандар алыстағы әлемнің әйгілі ғылым орталықтары болып саналатын Бағдат, Дамаск, Каир қалаларына бағыт алған. Міне сол заманда адамдар кітапханада жиналып тәжірибе алмасқан екен. Оңтүстік Қазақстан жер дамыған қала мәдениетімен ерекше көзге түскен. Ондағы білім деңгейі өте жоғары болған. Көптеген атақты адамдар буыны Испичап, Тараз, Отырар, Жент сияқты қалалардан шыққан еді. Қазақстанның осы оңтүстік өңірлері арқылы Ұлы Жібек жолының негізгі жолы өтетін, ал Ұлы Жібек жолы отырықшы және көшпенділердің мәдениетін тоғыстырушы алаң болған. Шығыс пен батыстың түрлі ғылым салаларына арналған бағалы қолжазбалар Қазақстанның рухани және білім орталықтарында жиналып сақталған. Осыған орай Отырар кітапханасы туралы аңыздың пайда болуы кездейсоқ емес. Оның қолжазба қорының арқасында көптеген ұлы ойшыл ғалымдар өскен еді. Өкінішке орай Отырар кітапханасы Шыңғыс ханның шабуылы кезінде өртеніп кеткен. Отырар кітапханасы 1000-1200 жылға жуық уақыт дүниесіндегі ең үлкен кітапхана болған. Ауызекі сөйлеу стилі тілдің негізгі қызмет қарым-қатынас жасау қызметінің жүзеге асуына байланысты. Бұл өте кең таралған функционалды стиль. 6-шы тапсырма, сұрақтарға жауап бер. Мәтін бойынша ойыңда не сақталып қалды? Медреселерде қандай пәндер оқытылған? Түркі ғалымдары қандай қалаларда білім алған екен? Кітапхананың сол кезеңдердегі адамдар үшін маңызы қандай еді? Себебі неде? Отырар кітапханасы туралы қандай мәлімет әсер қалдырды? Неліктен ойыңмен бөліс? Егер Отырар кітапханасы күлге айналмаса деген ойды бір сөйлеме қалай жалғастырар едің? Мұсылман мәдениетінің ықпалы күшейіп, медреселердің пайда болғаны есімде қалды. Астрономия, география, математика, философия, логика, тарих, араб және парсы пәндерінен сабақ берген. Орталық Азияның мәшһүр шаһарларына айналған. Отырар, Тараз, Испичап, Самарқан сияқты мәдени орталықтарға барған. Одан кейін Бағдат, Дамаск, Каир қалаларына бағыт алған. Маңызы зор болды. Соның арқасында оңтүстік Қазақстан жер дамып, мәдениетімен ерекше көзге түсіп, білім деңгейі жоғары болған. Шыңғыс ханның шабуылы кезінде өртенгені ерекше әсер қалдырды. Егер Отырар кітапханасы күлге айналмаса, қазіргі кездегі ең үлкен кітапхана болар еді. 7-ші тапсырма, мектеп кітапханасындағы оқиға жайлы мақсат істеулерін қолданып, 3 сөйлем құра.
Айжан кітап оқымаса да әдейі көзге түсу үшін кітапханадан кітап алды. Кітап алғалы жатқан арманды досы әдейілеп қағып кетті. Кітапхана басшылығы кітапхананы қасақана өртенді деп пайымдады. 8-ші тапсырма. Оқылым мәтіндегі ауызекі сөйлеу стилінің ерекшеліктері бар сөйлемдерді анықтап көшіріп жаз. Қазақ жерінде бастапқы білім алып сауатын ашқан түркілер Орталық Азияның мәшһүр шаһарларына айналған Отырар, Тараз, Исхичап, Самарқан сияқты іргелес мәдени орталықтарына барған. Ал одан кейін оқуды аңсағандар алыстағы әлемнің әйгілі ғалым орталықтары болып саналатын Бағдат, Дамаск, Каир қалаларына бағыт алған. 9-ші тапсырма. Төмендегі сұрақтарға ойланып жауап бер. Мен үшін кітап оқу қаншалықты маңызды? Неліктен мен кітап оқимын немесе оқымаймын? Оқыған қандай кітап есімде қалды? Ол кітап несімен қызықты болды? Мен кітап жазсам не туралы жазар едім? Қалай жазар едім? Болашақта кітапханалар қандай болуы мүмкін? Кітап оқу мен үшін өте маңызды. Мен кітапты сөздік қорымды дамыту үшін және жаңа ақпараттарды меңгеру үшін оқимын. Кітап оқысаң көп нәрсе білесің. Мен көптеген кітап оқыдым, соның ішінде Бауыржан Момышұлының Ұшқан ия шығармасы есімде қалды. Ол шығарма ерекше әсер қалдырды. Момышұлының балалық шағы өте әсем баяндалған. Сол жері қатты ұнады. Мен кітап жазсам, өзім туралы, өзімді қоршаған орта туралы жазар едім. Оқиғаларды әсем бейнелеп, оқырман көңілінен шығар едім. Болашақта кітапханалар дамып, кез келген кітапты тегін оқуға мүмкіндік болады деген ойдамын. Келесі 10-шы тапсырма. Мақсат үстеуін дұрыс қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Отырар кітапханасы әдейі өртелген деген пікір бар. Ол жорта сөйлеп сұраққа жауап беруге тырысты. Қасақана істеген ісі әшкере болып, ел алдында абыройы төгілді. Үйленгенінде естіп, әдейілеп ат терлетіп, құтты болсын айтуға арнайы келген. 11-ші тапсырма. Өлеңді жаттап ал. Өз таңдауың бойынша бір шумақты қара сөзге айналдыр. Үстеу түрлерін қолдан. Отырар кітапханасы. Тек қарының байлығына сенген елдің соры бар. Көне тарих сабақтары бізге мойын бұрғандай. Отырарда ғаламда жоқ жазба кітап қоры бар. Өткен заман елестелі әлі қоршап тұрғандай. Көзсіз зорлық ғасырынан, надандықтың тасырынан жер астына жасырылған дара тұлға бабалардың ұшқыр ойы санасы, ұят түні толғандырған, қанат түні заңғар қылған, күллі әлемді таңғалдырған. Рухыңмен қолда бізді Отырардың ұлы кітапханасы. Отырар кітапханасы елестердің қоршап тұрған ғасырынан бір ғана бастап қызмет етеді. Көне тарих сабақтары бізге мойын бұрғанда, олардың барлық жазбалары мен кітаптары біздің өз таңдауымызға және ғалымдардың зерттеулеріне көмектеседі. 12-ші тапсырма. Кітапты пайдалану ережесімен таныс. Өз тарапыңнан ережеге тағы не қосар едің? Мақсат үстеуін қолдан отырып, ережені толықтырып жаз. Кітапты тек таза қолмен ұстау керек. Беттерін қатты басуға болмайды, одан кітап парағы түсіп қалады. Кітаптың арасына дәптер, қалам салуға болмайды, одан мұқаба бүлінеді. Кітапты бүктеме. Кітап баулығын пайдалан. Тамақ ішкенде кітап оқымау керек. Кітап бетін қалам не қарындашпен сызуға болмайды. Балалар, мына 7-ші, 8-ші, 9-ші деген қателесіп жазып кеткен. Оған қарамаңыздар. Өзім қосатын кітаптың сыртын қаптап қою керек. Кітапты ұқып тастау керек. Кітапты жыртуға болмайды. 13-ші тапсырма. Тілдік бағдардағы мақсат үстеулерін қолдана отырып, кітапты кім ренжітті тақырыбында шағын мәтін жаз. Бір мектепте Еркін атты бала болыпты. Ол өте бұзық болды. Бұзықтығы соншалықты ата-анасын тыңдамайды екен. Бірде оның сабақ оқысы келмей, кітап бетіне қаламмен әдейілеп сызады. Солай кітап ренжіп қалыпты. Содан кітап мұңайып жүріп, өшіргішті көреді. Сәлем кітап, неліктен мұңайып жүрсің? Сен адамдар бағалап ең басты құндылық деп айтады ғой. Атағанымен істері оған ұқсамайды. Мен ұстайтын Айбек атты бала маған сурет салып ренжітті. Мен саған көмектесе аламын деп өшіргіш бар жазуды өшірді. Солай кітап қайтадан қуанып кетті. 14-ші тапсырма. Шығу парағын пайдаланып төмендегі сұрақтарға жауап бер. Бүгін не үйрендім? Сабақ бойынша нені түсінбедім? Келесі сабақта қандай мәселеге көңіл аудару керек? Бүгін мен кітап туралы көптеген ақпаратты үйрендім. Барлығын толық түсіндім. Келесі сабақта қандай мәселе қозғалатынына мән беру керек? Балалар, осымен сабағым аяқталды. Менің каналыма тіркеліп, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Сіздердің әр комментарийларыңыз маған өте қызық.